Сәлеметсіздер ме? Айтайық подкастымыздың екінші эпизодына қош келдіңіздер. Бүгін бізбен бірге тарих пәні мұғалімі Шынар апай, директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары Нұрбол ағай және ағылшын тілі мұғалімі Айдана тичер. Кезекті шығарылымды осы ай құндылығы, яғни ынтымақтастықпен байланыстырдық. Ынтымақтастық достықпен басталады. Сонымен біздің подкастымызды бастайық. Алғашқы сұрағымыз осындай. Сіздің ұжымыңыздағы ынтымақтастың ошағы кім деп ойлайсыз, және оны қандай қасиетінен байқадыңыз? Алдымен подкастқа шақырғандарыңызға рахмет. Көптен күттік, қашан шақырады екен деп өте қуаныштымыз. Өте жақсы сұрақ. Негізі мен жылдар бойы көптеген лицейлерде жұмыс істедім. Біз ротациямен жұмыс істейміз. Жезқазған, Есік лицейінде, Орал лицейінде, басқа нелерде жұмыс істедік. Мысалы, Назарбаев мектебінде де. Және де барлық өткен кезеңге қарап, әрине бір нәрсені түсіндім. Қай жер болмасын, басты нәрсе ол ынтымақтастық, ауызбіршілік. Ол болмаса, кәдімгідей жұмыс деген жүрмейді екен. Соның маңызын уақыт өте келе түсіндік. Енді басында, мысалы, алғашқы жылдары біз түсінген жоқпыз, бәлкім. Ой деп, әйтеуір өз шаруаңды жасап жүре бересің, мысалы, бірақ та уақыт өте келе жаңағыдай ұйымдасу керек екен, жаңағыдай не ішінде, мысалға, ұжым ішінде сол ауызбіршіліктің маңызын түсіндік. Және де бір түсінгенім, мысалы, барлық лицейлерде деп айта аламын оны, және де басқа мұғалімдерден де сұрасаңыздар да, барлық лицейлерде әрине ротация болатын мұғалімдер бар. Мысалы, біз ауысып тұрамыз, бәлкім контракт бойынша жаңағыдай, және де мысалы жергілікті мұғалім болады. Және де жергілікті мұғалімнің маңыздылығы өте жоғары, мысалы, өте маңызды. Былайша қарағанда осы Ақтөбе қыздар лицейінің барлық тарихын білетін, бастан қалай басталды, одан кейін қалай өзгерістер болды, барлық салт дәстүрлерін жинайтын адам. Шынар апай, Эльмира апай бар, мысалы, және де Шынар апайға да рахмет, алғашқы жылдардан жаңағыдай бұлай барлығын жинап, мысалға, бізді ұжым ретінде мысалы алдында жинадыңыз, тым жақсы. Сол өте маңызды. Және де кейбір лицейлерде ол бар, мысалға, біздің Ақтөбе аудан лицейлерінде, бірақ та барлық лицейде емес. Кейбір жерлерде өкінішке орай ондай қалыптаспаған, не екенін мен білмеймін. Және де ол жерде уже андай көрінеді, мысалға, жұмысы да, және де нәтижесіне қарасаң да, мысалға, кейбір лицейлер нәтиже бойынша да төмен орында, мысалға, бірақ мен содан білемін. То есть ауызбіршілік, ынтымақтастық өте маңызды. Және де осы жерде осындай рөл ойнайтын адамдар бар. Мысалы, сол солай деп білемін. Мен басында Ақтөбеге келген кезде бірінші көрген мұғалімім, біздің ақтан Шынар апай болды. Мұғалімдер бөлмесінде отырық, Шынар апай бүйтіп компьютермен істеп отыр. Қызым бергіл көмектесші маған деп, сөйтіп көмектесіп, сол кезде Ақтөбенің бүкіл несін айтып берді. Себебі батысқа өзім келгенім бірінші рет, вообще жалпы батысқа. Сөйтіп Шынар апай маған айтып берді, вот осындай болады, осындай болады, былай болады, осындай, деп бүкіл детальдармен айтып берген. Иә, сол бірінші апайлардан мені күтіп алған десе болады. Ынтымақтастық болу керек. Ынтымақтастық болмаса, ол бірлік болмайды. Барлық жалпы жүйе ынтымақтастыққа барып тіреледі. Қалаға осы бірінші рет Ақтөбе қыздар білім инновация лицей ашылғанда біздер ұжымдас болып, естеріңізде әуелі дистанцион оқыды, онлайн, сосын келген кезде де балалармен жаңадан танысқанда балаларды жалпы сөйлесіп, бетпе-бет көріп, білген дұрыс болады. Солай сөйлесіп, шынайы қандай адам, онымен қалай сөйлесу керек барлығын білесің. Сондықтан бізге енді Ақтөбеге осылай білім инновация лицей ашылған кезде, ұжым жаңадан құрылғанда, осы жердің жергілікті адам ретінде, мұғалім ретінде енді біраз жыл жасаған. Сондай бір Ақтөбеге келгенде солай болып еді десін деп
сол әріптестерім шақырғым келді, солай басталған. Жолдасым қолдады, дұрыс. Ол кез келген көшіп келген көршіге де ерулік бересің, жұмыс екінші үйің шақыр деп ұжымдастарым шақырған. Қазір қыздарым барлығы кетіп қалса да осы жұмыс жасаған әріптестеріміз хабарласып тұрамыз. Ол енді бірлік, шындығында ынтымақтастық ол деген сол бір жақсылық, белеске шығудың негізгі бастамасы болып табылады ғой. Ынтымақтастық өте маңызды. Онда келесі сұраққа өтейік. Жақын досыңызбен бір қызықты болған оқиғаны, косяк болып кеткен бір оқиғаны айтып берсеңіздер. Сізде бар ма? Мен кезінде өзім Тараздағы Қазақ-Түрік колледжін, қазір Жамбыл инновация жоғары колледжін бітіргем. Сол кезде бізде қызық оқиға болды қыздармен. Біз қыздар балалар бірге оқығандықтан. Бізде жатақхана 4 этажды жатақхана, 4 қабатты жатақхана. И сол жерде біз қыздар 3-ші қабатта жататынбыз. Біздің одногруппниктарымыз біздің тура астымыздағы қабатта тұратын. И бір күні бізде қыздардың туған күні болды, сол активити программ болды. Активитиден кейін тамақ қалған етін бізде. Сөйтіп біз деген оны қыздармен бірге шарфтарға, пицца деген сияқты нәрселерді шарфтарға орап, бүйтіп терезеден балаларға беріп жіберген етіміз. И сөйтіп соны беріп жібергеннен кейін ойлағанбыз ғой, тәрбиешіміз білмейді, енді оқушымыз ғой, 1-ші курс кезімізде. И сол кезде 1-2 күннен кейін біздің тәрбиешіміз оны біліп қойды. Бірақ қалай біліп қойғанын біз білмейміз. Сөйтіп бір күні бүйтіп чай ішіп отырық тәрбиешімізбен бірге. И айтады: мен осындай нәрсені естідім, бірақ менің қыздарым ондайды істемейтін шығар деп бүйтіп намек жасап, біз сол кезде уже қазір айтып беріп жатыр ғой енді тәрбиешіміз. Сол сразу понятно болды кім екенін дейді. Потому что себебі андай оқушылардың түрінен байқалады. Кім косяк жасап қойған. Сол арасында мен де бар едім. Сөйтіп сол кезде жақсылап тәрбиешімізден таяқ жеп бір күліп алған сол кезде. Сол қызық болған. Енді мен айтсам, көңіл күйлеріңіз түсіп кетеді. Бірақ енді айтайын, мүмкін біреуге сабақ болар. Біздер бірге жүретін 7-8 ана университеттен бастап бірге жүріп келе жатырған жолдастарымыз бар. Арамызда бір осына жағдай ауруға байланысты пандемияның кезінде бір досымыз қайтыс болды. Сосын сол кезде қасымызда ақын қыз бар, осы жазушылар одағының мүшесі Гүлмай Әбішқызы деген. Досымызға арнап өлең жазды. Досымыздың ұлты неміс болатын. Отбасы бірақтан жолдасы қазақ болды. Сосын соны қазақша жерлемек болды. Әрқайсымыз әртүрлі қабылдадық, енді дұрыс па, ол бұрыс па деп. Сонша досымыз өлең шығарды. Ол өлеңге барлығымыздың бірге жүрген кезіміздегі суреттерді салып, жасап бір естелік болсын деп, соны өзіміз чатқа салдық. Бәрі мәз болып еске алып жатыр. Біреулер жылайды, біреулер күледі. Мынау жақсылығы мына кезде осындай жасаған екенбіз, мен қандай жаспын деп сөйтіп жатыр. Сөйтіп бәріміз мәз болып жақсы сондай естелік жасадық деген жаңағы өлеңіміз шынын айтса отбасына ұнамай қалыпты. Ұнамай қалған. Сондай енді ол бір бәріміз еске алу үшін, естелік үшін сол жақсы ол деп қуанып отырғанда көңіліміз сап түйіліп қалды. Сонда баласы хат жазып жіберді: мама, мына өлең мәнді екен, бірақтан мына өлең ұнамай қалды. Осыны әрмен қарай таратпасаңыздар. Мен анамды мұсылман ретінде жерледік, біз оны дұрыс деп таптық. Сіздердің неміс болып туғаның бағың беді, сорың беді деген сөзіңіз жанымызға қатты батып жатыр деп, сондай бір жақсылық жасадық дегенде осындай бір ақау болып, енді біреулер былай қабылдады, көпшілік дұрыс қабылдады, мынау бір керемет естелік болады екен деп, осындай бір кішкене сондай ыңғайсыз жағдай болып қалды. Мүмкін енді өзім үшін әрине әркімнің өзіндік шындығы бар. Біздер үшін бір еске алу, есімізде сақтап жүру үшін бір өлең арнау жақсы болды. Бір бұйырған күн тыңдатармын. Бұл енді отбасы дұрыс қабылдамай қалды соны. Осындай бір бізде ағаттық болып қалған достарымыздың арасында. Досың енді шын мәнді дос болған сияқты. Иә, сонда мен ең бірінші қазақта осындай мақалдың бар екенін естідім. Жолдан қосылған жолдас болмайды деп жазыпты. Анау жас бала.
жолдан қосылған жолдас болмайды, қалай олай болады екен деп. Енді өткенде ақыл батылды ойнап жатырмын. Сонда осы мақал шыққанда соның айтқан дұрысында мақал бар екен ғой деп жатырмын. Енді сол өмірімізге сабақ та болды. Бірақтан енді былайынша мәні бар өлең есте салып, еске алып жүру үшін осындай бізде бір жағдай болып қалды. Енді апайдағыдай жастық келсе қызық оқиғалар болады шығар. Бізде енді білмеймін, өмірдің жартысының ортасынан өтіп кеткесін ба, осындай оқиға болып қалды енді. Жақсылық жасадық дегеніміз осындай болып қалды. Сенде бір оқиғалар болды. Бір оқиға сразу тек есіме түсті. Оқушы болғанда менің бір кластасым болды. Біз 11 жыл бойы бірге оқыдық. Бір класста оқыдық. Лицейге түскенде де бір классқа түстік. И ол екеуміз жақын тұрамыз. Үйлеріміз жақын тұрады. Жұма күндері кейбір кезде біз қашатын едік сабақтан. Жаңа сабақтардан кейін не болу керек? Әнұран айту болу керек. Ертерек бір сабақтар бітсе, екеуміздің сөмкелеріміз дайын болады кейбір кезде деп айтайық. Бір күн сол айтты, біз соңғы сабақтар болмаған бір нәрсе болды, жаңағыдай кеттік деп. Солай алдық, шықтық, үйге бара жатырмыз. Енді жолда жаңағыдай кәдімгідей әңгіме базар, жаңағыдай қалжыңдар айтып жатырмыз. Қарап жатқан жоқпыз да, не болып жатқанын әйтеуір. Үйге бара жатырмыз, бір жол өзі. Бір алдағы қарап қалсам, мен бірінші көріп қалдым. Тап алдымызға 3 адам келе жатыр. Біреуі біздің оқу завучы, біреуі менің тәрбиешім, именно менің тәрбиешім. Сосын кім? Бір мұғалім болды, мен білмеймін, уже 3 адам. В принципе, ана екеуінен кейін уже 3 адам. Кім болса да, андай көп нетпеді-ау деймін. 3 адам. И мына жақта ең қызығы, былай болды, ана оқу завучы өте қатал адам болды. Али Наргиз деген өте қатал адам. Кәдімгідей жаңағыдай рұқсат нетеді. Сондай айтты, кім мына уақытта не істеп жатсыңдар деген сияқты. И қасымдағына енді досым дейін ба, кластасым дейін. Одан кейін айтады, ағай мен сізден рұқсат алдым ғана стоматологқа деп қағазын шығарып жатыр да қалтасынан. Мен аяқта кәдімгі тұрмын. Сен не істеп жүрсің? Деп не айтқаным қазір есімде жоқ. Әрине, бірақ та сондай бір өте қызық нәрсе болды. Сол өте айттыңыз ба? Дос па, кластас па деген. Одан кейін кластас болып кетті. Әрине. Рұқсатсыз қашқан кезде всегда сондай болады. Обязательно кто-нибудь спалит. Сондай. Жақсы, онда келесі сұрағымызға көшейік. Елестетіп көріңіз. Адам баспаған аралға тап болдыңыз. Сізде тек бір адамды, яғни досыңызды алуға мүмкіндігіңіз бар. Ол кім болар еді? Мен қасыма жан досымды Рыскүлді ертіп кетер едім. Ол кез келген жағдайда жол табады. Кез келген жағдайда шешім қабылдайды. Ол шешім үнемі дұрыс болады. Сондықтан не істерде де мен сонымен міндетті түрде кеңесем. Сондықтан аралға соны алып кетер едім. Мен негізі жолдасымды алып кететін аралға. Семья жақтардан шығасың. Тамақ бар, не бар дейсің? Тамақтың жағдайын ойлап отырмын. Мен тауып беремін. Мен білмеймін даже. Енді семья жақтан қарамасақ, дос жақтан қарасақ, менің колледжге түсердің алдында мектептен бір единственный досым бар, сол. Жалғыз досым, қазірде әлі бірге жақсы қатынастамыз, сөйлесеміз, не істейміз. Соны алар едім, себебі ол любой проблемадан шешім таба алатын адам. Кез келген проблеманы түрлі жолдармен тауып, шешімін тауып жасайтын адам. Сол үшін мен, наверное, оны алып кететін едім. Фантазиясы, желание жить большое у нее, соны алып кететін едім. Сол, Сонымен айтайық, подкастымыздың 2-ші эпизоды аяқталды. Алтын уақыттарыңызды бөлген үшін көп рахмет. Рахмет, сіздерге де рахмет.
уф деп қойды. барлық лицей оқушылары осы сөзді ести алса, сіз не айтар едіңіз? Мен не айтар едім? Мен айтар едім, киімді сатып алыңыздар, және де оқы және оқы дегендей көп деген кітап оқыңыздар. Енді жалпы достық ұлы сезім, достық болу керек. Адал, шынайы достық болу үшін ол жерде әділдік, үнемі ақиқат болу керек. Әділдік бар жерде, ақиқат бар жерде мықты, берік достық болады. Сол ол достықтың негізгі бастаулар нүктесі ынтымақтастықта. Осы ынтымақтастықпен досты қатар жүріп, әлемде бейбітшіліктің негізін жасайды. Барлық балаларға осындай әділетті, шынайы, адал достыққа шақырамын. Ынтымақтастық бірлікті қалыптастырса, әлемге бейбітшілік тілер едім. Мен не айтар едім? Ағайдың айтқанына қосылып, апайдың айтқанына қосылып, чисто айтатыным, осы лицейдегі достық, лично өзім колледж бітіріп не істегеннен кейін колледждегі немесе лицейдегі достарым маған ең жақын адамдардың бірі болып келеді. И осы кездегі уақыттың қадірін білу, лицейдің қадірін білу деп айтатын едім. Осындай. Сол, все.